Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің сүйікті тағамдарымның бірі өте дәмді гуляштың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін кесектеп туралған етімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қуыру барысында біздің етіміздің өзінің сөлі бөлінетін болады, яғни суы шығады. Сол суы жақсылап тартылғанша қызартып 10 минут аралығында жақсылап қуырып аламыз. Мендегі қойдың еті кішкене майлы еті болып қалды. Жалпы бұл тағамға сиырдың етін салсаңыздар өте керемет болады. Және де үстінен енді пиязымызды салып, тағы да 5 минут аралығында қызартып қуырамыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін 1,5 ас қасық томат пастасын салып, араластырып 3-5 минут аралығында қуырып алатын боламыз, томаттың қышқылы шықпас үшін. Менің етім тұздалған болғандықтан тұзды кішкене ғана қостым. Дәміне қарай осындай тұз және де қара бұрыш қосамыз да араластырып, үстінен кішкене асып тұратындай етіп су құясыздар. Маған кішкене су аздау болып көрінді. Содан кейін үстінен тағы да кішкене су құйып, қайнағанша қалдырамыз бетін жауып. Қазанымыз қайнап шыққаннан кейін араластырып, бетін қиғайлап жауып, астын басып, баяу отта 1 сағат көлемінде бүлкілдетіп, етін пісіріп аламыз. Енді біз соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай табамызға 1,5 ас қасық ұнымызды салып, орташа отта осылай араластыра отыра, осындай кішкене сарғыш түске енгенше ұнымызды қуырып алатын боламыз. Табамызға ешқандай да май, ештеңе құймаймыз. Құрғақ табада осылай орташа отта қуырып аласыздар. Міне осындай сарғыш түске енгеннен кейін басқа ыдысқа салып, үстінен өлшеніп дайындап алған суымызды құйып, ешқандай да іртік қалдырмай жақсылап араластырып, соусын дайындап аламыз. Міне осындай соус болады. Енді біздің осылай дайын болып тұрған подливымыздың үстінен соусымызды құямыз. Және де осы кезде біздің подливымыз қатты қайнап тұрмау керек. Кішкене баяулатып қайнап тұрған кезде үстіне соусымызды құйып, қайнағаннан кейін бетін жауып, тағы да 5-10 минут аралығында бұқтырып аламыз. Міне осымен біздің гуляшымыз дайын. Еті жұп-жұмсақ, соусында дәмі өте ерекше болып шығады. Мен гарнирге картопты пюре жасадым. Пюрені жасалу жолын осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кететін болам. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Жеңіл жасалатын, үлкен кісілер де балалар да сүйіп жейтін өте дәмді тағамымыз дайын. Видеоны каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.